Баршаңызға қайырлы күн. Мен Семей қаласы номер 27 мектептің информатика пәні мұғалімі Ғизатова Мадинамын. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, мұғалім мамандығы өте жауапты мамандық. Менің әр сабағымда оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі деңгейдегі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып өткіземін. Педагогикалық тәсілдерді жүзеге асыру мақсатында сабақтың алғашқы ұйымдастыру кезеңінде оқушыларға психологиялық ахуал тудыру үшін жұптармен амандастыра отырып, оқушыларға жақсы көңіл-күй орната білдім. Сыныпта топтық жұмыста ұйымдастыру үшін екі түсті және сандармен белгіленген стикерлер бойынша топтарға бөлініп, топ басшылары сайланды. Топ басшыларын бағалау парақтарында көрсетілген критерийлермен таныстырып өттім. Үй тапсырмасын кім жылдам әдісімен сұрақ-жауаптар жүргізіліп, оқушыларды формативті бағалап отырдым. Перфокарт әдісімен бүгінгі видеоны өңдеу, жоба құру жаңа тақырыптың мағынасын ашу үшін оқушыларды ынталандыру мақсатында сабақ барысында барабан, перфокарт әдістерін пайдалану арқылы топтық жұмыстарды ұйымдастыра отырып диалогқа тарта білдім. Сабағымыздың практикалық бөлімінде интернет желісін пайдалана отырып, жылдың 4 мезгілін сипаттайтын суреттерді жүктеп алып, бейне жазба жасау керек. Сабағымда сондай-ақ қазақ әдебиеті сабағымен пәнаралық байланыс жасай отырып, ұлы ақын жазушымыз Абай Құнанбаевтың жылдың 4 мезгілін сипаттайтын өлеңдерінің біреуін таңдап алу керек. Өз даусымен дыбыстық жазба жасай отырып, файл мен видео жазбаға жүктелу керек екендігі түсіндірілді. Сабақ барысында оқушыларға бағыт-бағдар бере отырып, жас ерекшеліктеріне сай сергіту сәті жүргізілді. Сабаққа кері байланыс жасалынып, қорытындылап, үй тапсырмасы берілді. Сабақ соңында оқушылар алдында таратылған түрлі түсті стикерлермен бүгінгі сабаққа рефлексия жасалынды. Топ көшбасшыларының бағалау парақтарын жинақтап, күнделік кезетке бағалау жүргіздім.
Бүгінгі сабағымда оқу мақсатымның негізге ала отырып, сабақты кезең-кезеңмен байланыстыра отырып, озық технологияның әдіс тәсілдерін қолдана отырып нәтижеге жете білдім.